Ассалаумағалейкум. Келесі сабағымыздың тақырыбы бизнестің жүйесі, тиімді бизнес процестерін қалай құрастыруымыз керекпіз. Осы жайында талқылайтын боламыз. Және де ресурстарды пайдалану және оны әділ бөлу. Өте маңызды тақырыптардың бірі. Көп адамдар, мәке, ана кісіге бонусты қалай берем, процентті қалай берем деген сияқты. Вроде менің көзқарасымен өте оңай сұрақ, бірақ та жаңадан бастап жатқан адамның көзқарасымен өте қиын сұрақ. Бірінші, наны білейікші, достар. Бұл ақша деген, бұл негізгі мені бір жұмыртқадан жұңғыр қып, бір нәрсені бір аяп, басталмаған жоқ бизнесті біреуден аяй бастайтын бір кездерім болады. Сол кезде өз-өзіме айтам. Біз енді адамбыз ғой. Бизнестің бәрі адаммен жасалынады ғой. Сол үшін мәке, қоя тұр, тыныштал деген сияқты. Және де тағда бір айтатын нәрсе, ақша деген көп. Ақша деген саған дейін болған мәке. Ақша деген сенен кейін болған мәке. Ақша деген бұл әлемде көп, аяма деймді. Дәл осындай бір өз-өзіңізге бір осындай бір сөздерді айтқан кезде, сіздің бір аяу деген нәрсеңіз жоғалады да, сіз не істейсіз? Бірге бастайсыз. Коллаборация жасап, бірге бастайсыз. Жалпы бизнесті процестерін түсіну үшін, бизнестің сатысын да түсіну керек сіздерде. Бизнесті қалай бағындыру керек, управлять ету керек деген нәрсе. Мен сіздерге қысқаша бір екі пример айтайын. Мысал үшін, ең бірінші өзіңізді басқарып үйренесіз. Өзіңізді басқарып үйренбесеңіз, командаңызды басқара алмайсыз. Одан кейін ИП боласыз. Жеке кәсіпкер боласыз. Сол кезде өзіңіздің қызметшілеріңізді басқарып үйренесіз. Қызметшілерді біз 10 адамға дейін тек қана задачалармен ғана басқарсақ жеткілікті. Қиындатпауымыз керек біз жұмысты. Тапсырманы беріп, сол тапсырманы орындаған қадағалап отырсақ болды. Бұл былайша айтқанда делегирование деп аталады. Одан кейін барып бизнесіңіз үлкейген кезде, бизнесмен болған кезде уже кәсіпкер емессіз ғой. Ол уже мүлдем бір басқа бір мышленияның, мысал үшін бір мотоциклді айдап жүріп, оның правасынан кейін бір көлікке отырсаңыз, ол мүлдем басқа ғой. Оның управлениесі де басқа, оның правасы да басқа. Одан кейін самолетке өтетін болсаңыз, самолет айдауға. Оның да правасы басқа, оған бір диплом алу керек арнайы. Сол сияқты бұл кәсіпкерліктің де сатысы мүлдем бөлек. Мышлениесі да, психологиясы да. Ал бизнесмен деген кім сонда? Бизнесмен деген ол кәсіпкерлерді біріктіретін, кәсіпкерлерді басқаратын адам екен. Сонда ойлаңыздар. Бұның сатылары бар. Енді қараңыздар. Сабақтың мақсаты бүгінгі тыңдаушыларға біз бизнестің процестерінің тиімді құрудың маңызын түсіндіру. Және де оларды қалай жасауға болатынын үйрету деп аталады. Осы сабақтарда біз сіздерге 3 кітап беретін боламыз. 3 кітапты біреуі стратегия жөнінде, біреуі бизнес процестер жөнінде, және де тағда үшіншісі де стратегия жөнінде. Осы 3 кітапты оқитын болсаңыздар, бұл кітаптар жалпы дүние жүзі бойынша менеджмент саласындағы MBA-дің бәрі, MBA деген Magister Business Administration деген сөз. Бұл бизнесті қалай басқару керек. Осы 3 кітаптың төңірегінде құралады да. Осы 3 кітаптың төңірегінде. Осы 3 кітапты оқитын болсаңыздар, тереңірек осы бизнес процесті түсінетін боласыздар. Ал бизнес процесті тиімді құрауды мен сіздерге өте қарапайым, менің өзімнің электроника Мойком компьютерінің негізінде түсіндіретін боламын. Жалпы біз қиындатпайық, өте қарапайым тілде ойланатын болсақ, мысал үшін, менің бір дүкенім бар. Аягөзде электроника дүкені. Ол жерде 8 ғана жұмыс жасайды. Осының төңірегінде түсіндіретін боламыз. Сабақтың мақсатын қайталап өтейін. Тыңдаушыларға бизнес процесін тиімді құрудың маңыздылығын түсіну және де оларды қалай жасауға болатынын үйрету. Бүгін біз сабақта не өтеміз? Бизнестің жүйесі, тиімді бизнес процестерді қалай құру керек, және де бизнестің пирогы, бизнесті қалай бөлу керекпіз, және де оларды қалай бөлісу керекпіз, ресурстарды қалай әділ пайдалану керекпіз.
осының төңірегінде болады. Негізгі ақпараттарға келетін болса, бизнес процестерін жасамастан бұрын қадамдарды орындау керекпіз. Әрбір қадамдар өте маңызды. Ең бірінші біз өзіміздің сататын өнімімізді немесе қызмет көрсететін жәнегі өнімімізді анықтап алу керекпіз. Ол не нәрсе? Біз сурет салатын адамбыз ба? Біз шаштаразбыз ба? Біз әлде видеографпыз ба деген сияқты. Біздің өнімімізді анықтау кезінде сіздің сататын өніміміздің не екенін анықтап аласыз ғой. Сол кезде бұл өніміміздің жәнегі кітап сатсаңыз, сіздің өніміңіз кітаптар болады. Мысалы үшін біз телефондар сатамыз. Ең бірінші өнімдеріміз iPhone болады екен де. Ең бірінші қадам сол кезде мынандай бір сұраққа жауап беру керекпіз. Неге мені таңдайды? Клиент, тұтынушы. То есть бизнес процесті жасау үшін ең бірінші клиент жақтан кіруіміз керекпіз біз. Процесті сразу жасап кетпей, клиент, тұтынушымыз не үшін біздің өнімімізді таңдап тұр деген сұрақтан басталу керек. Ол дүниені жәнегі мен сіздерге берген кітаптардың ішінде модель радар қолдану деген бір үлгі бар. Модель радар қолдану. Тұтынушыңыздың сіздің бизнесіңізді неге таңдайтынын сол жерде өте бір анықтауға болады. Мысал үшін, сіздің кітап дүкеніңізді адамдар сапалы қызмет ең бірінші. Бұл сапалы қызмет үшін. Кең ассортимент немесе арнайы бір авторларға деген сүйіспеншілігі үшін таңдау мүмкін де. Сонда біріншісі сапа, ассортимент, бұл қызмет, қызмет. Осы үш нәрсе үшін сізді, мысалы, кітапханаңызды таңдап тұр. Біздің келесі инструментіміз осы жәнегі ең бірінші модель радар арқылы өзіміздің мықты клиентіміз бізді тұтынушымыз не үшін таңдап тұрған анықтап алғаннан кейінгі келесі инструментіміз Майкл Портердің инструменті бар. Құндылықтарды жасау тізбегін зерттеу деген. Бұл да кітаптарда бөлінеді, және де инструменттармен сіздермен беретін боламыз. Өздеріңіздің бизнестегі жәнегі нарықтағы артықшылықтарымызды қалай анықтау керекпіз? Мысалы, Майком компаниясы басқалардан қарағанда сапалы өнімдері бар, мысал үшін. Сол сапалы өнімдерді тез жеткізу арқылы өзінің тұтынушыларына бір ерекшеленеді. Басқа адамдар бір күнде, 3 күнде болса, біз бәлкім 1 сағатта жеткізеріміз мүмкін. Бұл қадамдарды аяқтағаннан кейін бизнес жоспарларды жалпы процестеріне кірісуге болады да бізге. Бұл процестерді, қадамдарды аяқтағаннан кейін бизнес процестерін жоспарлауға кірісуге болады. Процестерді стандарттау, автоматтандыру, тиімділікті арттыру үшін қайталанатын процестерді стандарттау керек. Мысал үшін, тапсырыстарды қабылдауды және де өңдеу процестерін стандарттау арқылы қателіктерді азайтуға болады екен. Клиенттерге қызмет көрсетуге уақытын қысқартуға болады. Қателіктерді азайту арқылы. Одан кейін бұл процестерді автоматтандыру. Қызметкердің бір уақытының бір артық істеп жатқан дүниесінен азайтып, мына бір маңызды нәрселерге қою арқылы, мысал үшін, кайдзенде жәнегі 5S деген сияқты нәрсе бар ғой. Артығын алып тастаймыз, керегін бекітеміз, мусордан алып тастағаннан кейін, керегін бекіткеннен кейін, уже керек дүние ғана қалған кезде, далдың үстінде. Сол кезде ол қызметшіңіздің тиімділігі артады. Және де уже керек дүниемен уже келесі бір отделменен байланысын дұрыстап қоя аласыз сіз. Сол кезде сіздің өнімдеріңізді жәнегі маркетинг бөлімі болсын, таргет жасау бөлімі болсын, продажа бөлімі болсын, немесе бір отдел производства болсын, кез келгенім бір байланысын дұрыстап арттыруға болады. Осы бір құндылықтарды реттеу арқылы. Ең бірінші осы бизнес процестерді қою кезінде клиенттің қалауын сізді не үшін таңдап тұрғанын аса мән беруіміз керекпіз. Процестерді жасалынбай тұрып,
сіздің өніміңіздің нарықтағы орнын анықтап аламыз. Оның қызметін, нарықтағы бәсекелестігі қалай ерекшелігін анықтап аламыз. Модель радар арқылы қажеттіліктерін анықтап аламыз, және де Майкл Портердің құндылықтары мен тізбектерін қолдану арқылы бәрін жүйелеп бекітеміз. Сіздерге примерлар берілетін болады, және де келесі тақырыбымыз бизнестің пирогы, және де ол ішіндегі ресурстарды қалай бөлуіміз керекпіз, және де қалай бөлісуіміз керекпіз. Осының төңірегінде болмақшы. Бизнестің пирогының концепциясы бұл компанияның ресурстары мен пайдасын қызметкерлер, инвесторлар және де басқа осы бір мүдделі тараптардың арасында әділетті және тиімді түрде бөлу идеясын қамтиды екен. Бұл көзқарас бизнестің ұзақ мерзімді өсуі мен тұрақтылығы үшін өте маңызды. Өйткені әр тараптың қосқан үлесін мойындайтын болады, және сіздің бөлгендеріңіз, және ол адамдарды бұл ынталандыратын болады. Біз қазақта бұны қалай айтамыз? Қазақша, қарапайым тілде әр адамның асқазаны тою керек. Әр адам өзінің асқазаны үшін жұмыс жасайды. Әр адамның бұл жердегі заинтересованный әрбір адамның асқазаны тойып тұру керек. Сол кезде жұмысыңыз жүреді. Ресурстарды ең бірінші қалай бөлеміз? Ең бірінші тану және бағалаудан өткізуіміз керекпіз. Бірінші қадам бұл компанияның барлық ресурстарын, қаржы, адами, материалдық және тағда басқасын танимыз. Кім бар ішінде? Олардың құнын дұрыс бағалаймыз. Біреуді құнсыздандыруға болмайды, біреудің еңбегін де құнсыздандыруға болмайды. Бұл арқылы бизнестің ресурстарының тиімді қалай пайдалануға болатынын біз анықтай бастаймыз. Екінші этап пайданы бөлісу стратегиясын әзірлейміз. Компания өз пайдасының қалай бөлісетінін туралы нақты жоспар жасап алу керек. Немесе кәсіпкер өзінің миында өзінің пайдасын басқа адамдармен, серіктестермен, қызметшілермен қалай бөлісетіні туралы ойластырып алу керек. Бұл жоспар әріптестер арасындағы келісімге, сонымен қатар әртүрлі тараптардың қосқан үлесіне бір негізделу керек. Сол кезде бәрі де дұрыс болады. Үшінші, теңдік пен әділеттікті қамтамасыз етуіміз керекпіз. Барлық мүдделі тараптар үшін әділеттік пен теңдік өте маңызды. Бір адамның еңбегі бағаланбай қалса, сіз оны байқайсыз. Көз жанарынан, немесе сөйлесу арқылы, немесе мәміле жеке сөйлесу, пікірлерін тыңдай білу ол өте маңызды. Сол үшін қазақта мынандай бір дүние бар, қарапайымдылық деген. Тәкаппарланып кетпей, өсіп кетпей, қарапайым болып, қызметшіңізбен сөйлесе білу өте бір маңызды бір құндылықтардың бірі. Барлық қызметкерлердің жәнегі мотивациясын арттыратын әрекеттер бұлар, және де бір компанияңызға деген бір сенімділіктерді арттыратын әрекеттер. Төртінші, көрсеткіштерді бақылау және бағалау өте маңызды. Ресурстар мен пайданы бір тиімді бір бөлу үшін бақылау және бағалау қажет. Бұл процесстерді компанияның мақсатына жету үшін түзетулер мен жәнегі өзгерістер енгізіп отыруға, немесе бір пульсін ұстап отыруға мүмкіншілік береді. Үнемі көрсеткіштерді бағалап отыру маңызды. Және де тек қана көрсеткіштерді ғана емес, берілген тапсырманың орындалуын бағалау, мақсаттарға жетуді бағалау, дұрыс жоспарды қоя білу, ол да бағалау. Біздің электроника компаниямыздың сәттілігінің құпиясы, біздің электроника магазині нарықта жаңа технологиялар мен электроника өнімдерін ұсынатын бір шағын ғана кәсіпорын. Магазинде бар жоғы 8 адам жұмыс жасайды, және де әрқайсысының үлесі үшін біздің жетістігіміз өте маңызды. Мен үнемі айтып жүремін, біздің ең бірінші құндылығымыз адамдар деп. Ол бір ғана филиалымызда 8 адам жұмыс жасаса, бізде 4 дүкен бар, және де электрониканың бізде басқа 16 сала бар ғой. Жалпы барлық компаниямызда 200-ден астам жұмыс жасайды екен.
Солардың біз айтатынымыз адами құндылық деген біз үшін өте маңызды, және де біздің ең бірінші құндылығымыз ол сенім деп. Осындай бір өзіңіздің бір құндылықтарымызды жазып алу өте маңызды болады. Ресурстарымызды біз танып бағалау арқылы біз тең дәрежеде әрқайсысының жәнегі үлесін алып отыруына жәнегідей үлесімізді саламыз. Мысалы, біздің компаниямыздан директоры магазиннің, ол компанияда бір кішігірім серіктес. Оның компаниядағы үлесі 5-3%, 5-35 нақтырақ айтқан кезде. Сол сияқты сіздің компанияңыздың былайша айтқанда пирогын білетін болсаңыз, әр адамның үлесі білетін боласыз. Бәлкім еден сыпырғыш адамның үлесі де болуы мүмкін де, оның үлесі 1% болуы мүмкін компанияңызда. Соны білген кезде, ол же компанияңыз былайша айтқанда батыста бір сөз бар ғой, бирюзовый компания деген. Бирюзовый компания деген прозрачный компания деген сөз. Ашық, жасырмайды, тықпайды, ана пайдасын, наоборот, оларға көрсетуге тырысады. Оларға көрсетесіз сіз. Міне, сенің пайдан 5-35%. Компанияның үлесі сенікі. Енді ойла, егер де біз компанияның пайдасын, мысал үшін 5 миллион емес, 10 миллион қылатын болсақ, онда сенің айлығын да 500 мың емес, онда миллион болады. Давай сол үшін, давай жақсырақ жасайық, бөлісейік. Егер де бір сырттан бір жұмысты сен алып келетін болсаң, біздің магазинге қатысы жоқ, пайдасы үлкенірек беретін, онда сенің пайызын 5-35 емес, онда 11% болады сенің пайызын. Үлесін өседі. Сол кезде сіздің қызметшілеріңіздің өзі, өзіңіздің компанияңызды жеке бір біреудің компаниясы бастықта жұмыс жасап жүрмін деп қабылдамайтын болады. Бұл компанияны өзімнің компаниям деп қабылдайтын болады да. Пайызының үлесі 5% болса да, өз компаниям үшін деп осылай жүректері бір компанияға бірігетін болады. Бұл өте маңызды, өте бір ерекше бір құндылықтардың бірі. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Бұл тапсырманы ойлаңыздар. Бұл сабақта өте көп дүниелер айтылды. Осының бір қайсысы сіздерге керек, қайсысы керек емес, осының бәрін ойланып, жұмыста қабылдасаңыздар болады.